алмай қалған, тәп-тәтті. Қайырлы кеш оқырман. Ақботаның сөздері Шерханға қатты өтіп кеткен секілді. Бір нәски алып бере алмай жүрген әке деп еді. Бүгін болса баласына барып, Шерхан ойыншықтар алып бергенін көрсетті. Не істесек те көрсетіп істейтін болдық қой деді. Сол күні Жігерге барып құшақтап ойыншықтарын табыстады. Қолдап жатқан жандарға рахметін айтты. Ал Айгүл мен Шерханның кездесулері жоқ секілді. Тек қана стримде көрсетінін көрдік. Шерханның қызығы таусылды ма Айгүлге? Айгүлде TikTok стримнен шықпай, сол жерде отырады. Ал Шерхан болса бір отыратын жерлерде достарымен қыдырыстап жүр. Таныстықтар әрі қарай жалғасын таба ма, әлде Ботамен қайта қосыла ма? Ал Бота болса шындықты айтамын ба ойланып жүр. Анасының сөзінен үндемей отыр. Пікірлер өте көп, біреуі Ботаны жақтаса, екіншісі Шерханды қолдауда. Сүйім, күйім ойбай деп үйленіп аласындар да. Артынан тойын жасап ел жұртқа айтасындар. Одан не баласын туғызып, істейтіндерді істейсіндер да кетесіндер. Не үшін үйленесіндер егер соңына бармасаңдар? Ботада нелерің бар, анасы бағады. Шерхан Ботаның сырын білмей алған жоқ, бәрін біліп алды. Бота молодец, анаң барда ойнап күліп ал. Саған ба бақыт өзі келіп қонады сөзсіз. Ал Шерхан байдан байға шыққандармен мәз болғанына жол болсын. Айтпайтын сыр болады, көпшілік не десе о десін. Оларға қызық кереке, болашақ бағына кедергі болады. Анаң дұрыс айтады, ешкім алдында ешкім ақталуға міндетті емес. Жастықпен біраз нәрсені түсінбейсіңдер, болмаса екеуін жарасымды жұпсындар. Кешірімді болу керек баланы да ойлап. 2-3 жыл үйреніп керек, бекер айтпайды. Жас бала келін көкірекке салынатын, ана келін боп балалы болғасын біледі. Күйеуінің де анасы баласын қандай жақсы сен сияқты. Сосын дана келін 3 жыл тіршілік, ағайын туыс, қарым, қатынас дегеннің де не екенін. Ер азаматын, инені сыйлау, олардың келінді өз қамқорына алып, демеу болу, білмегенін үйрету ашумен емес, ақылмен дейді оқырмандар.